Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі көңіл күйлеріңіз қалай? Тамаша. Менің де бүгін көңіл күйім өте тамаша. Балалар, бүгінгі оқу қызметі сөйлеуді дамытудан кеме туралы өлеңмен танысамыз. Ермек Өтетілеуұлы балаларға арнап кеме туралы керемет өлеңді шығарған. Балалар, ең алдымен кеме не екенін атап өтейікші? Жарайсыңдар балалар, кеме суда жүзетін көліктің бір түрі. Балалар, мына суретке қараңдаршы, бұрынғы кеме осындай болған, ал қазіргі кеме осындай көп қабатты үйлер сияқты екен. Балалар, енді Ермек Өтетілеуұлының кеме туралы өлеңімен танысайық. Мен сіздерге мұқият оқып беремін, сіздер мұқият тыңдап отырыңыздар. Кеме. Міне кеме, міне мен де сапарға алыс шығамын, теңіз сырын ұғамын. Жол серіктей, жан достардай бізден қалмай, шағалалар шаршамастан шар құрады. Сағымданған, бұлдыраған түзде шалғай, кемемізді жағалаулар шақырады. Балалар, бұл өлеңде не туралы айтып тұр? Дұрыс айтасыңдар балалар, бұл өлеңде кеме туралы айтып тұр. Біз кемеге мініп, алыс-алыс жерлерге барамыз деп тұр. Біздің артымыздан шағалалар да қалмай бірге ұшады деп тұр, иә балалар? Балалар, осы өлеңді өздерің түсіндіріп айтып беріңдерші. Жарайды балалар, ендеше бізге қай кеме ұнайды екен? Бұрынғы кеме ұнай ма екен, әлде қазіргі кеме ұнай ма екен? Соның суретін салып, әдемі етіп бояймыз. Сау болыңдар балалар.